Армысыздар, эфирде жасыл экономика бағдарламасы, жаңалықтар легімен Маншук Мақсұтқызы. Үнемі байланыста болуға бізге ұялы телефондар көмектеседі. Алайда сымсыз қызметтің артықшылықтарын көргенімізбен электро тоғының сымына деген тәуелділіктен еш арыла алмаспыз. Дегенмен мұнда да жасыл экономика көмек қолын соза алады. Егер ұялы телефоныңыздың, планшет не тағы басқа электронды заттарыңыздың қуаты таусылса, көшеде жүріп ақ оны қуаттауға болады. Шыны керек, ол көше Нью-Йорк қаласында орналасқан. Саяхаттаушылар мен қала тұрғындарына ыңғайлы болу үшін мұнда арнайы қуат станциялар орнатылған. Олар күн панельдерімен жарақтанған. Американың телекоммуникациялық компанияларының бірі смартфон иелерінің өмірін жеңілдетті. Нью-Йоркта кісі қарасы көп жүретін жерлерде күн батареялары арқылы өз құрылғыларын қуаттандырып алуға болатын арнайы станциялар ашылды. Бұл орнатылған бағаналар күн энергиясымен қуаттанады. Олардың алғашқы легі өткен жылы орнатылған. Пайдаланушылар тарапынан сұраныстың артқанына байланысты қуаттағыш станциялардың саны 2 еселенді. Бүгінде қала көшелерінде қосымша 45 баған орнатылды. Ұялы телефондарын мұнда кез келген адам қуаттай алады. Қызығы, еш тиын төлеудің қажеті жоқ. Сондай-ақ тұрғындарға ыңғайлы болу үшін олар аккумуляторлармен де жабдықталған. Күндіз жиналған қуат мөлшері станцияның түнде де жұмыс істеп тұруын қамтамасыз етеді. Енді отандық Каспий жобасы халықаралық нарықта өз әлеуетін дәлелдейді. Елордада Каспий жобасын іске асырушы компаниялар тобы Qatar Solar Energy және Clean Power Innovation компаниялар арасында күн ұяшықтары, шақпақтас және арнайы пластиналарды жеткізу жөнінде келісім шартқа қол қойды. Аталған жоба табиғи таза Сарыкөл кварцын үлкен қор шоғырланған Үштөбе аймағында жүзеге асады. Мамандардың айтуынша, бұл өңірдегі кварцтың қоры 1,7 миллион тоннаға жуық. Үштөбеде кварц металлургиялық кремний жағдайына дейін өңделеді. Содан кейін оның күн сәулесін қабылдау қасиеті жетілдіріледі. Осы екінші сатыдан өңделіп шыққан күн кремний Өскемен қаласына жеткізіледі. Бұл жерде шақпақтастар мен күн ұяшықтары өңдіріледі. Зауыттың қуаты 60 мегаватт болады деп жоспарлап отырмыз. Яғни, жыл сайын Каспий жобасы бір жылу станциясын шығаруға мүмкіндігі бар деген сөз. Щучье-Бурабай курортты аймағы одан әрі көркейе түспек. Салалық министрлік көлдерді тазарту жөніндегі бағдарламаны іске қосады. Биыл мамандар Қарасу көлін станциялауға кіріспек. Мемлекеттік сатып алулар жайлы хабарландыруларда шығып қойған. Бұл су айдынының таңдалуы кездейсоқ емес, себебі ол тазартылуы жоспарланған 3 көлдің ең шағыны. Демек, онда жүргізілетін жұмыстарды оңтайландырып алуға болады. Ал Бурабай мен Щучье көлдерін тазарту ісі келесі жылға жоспарланған. Аймақтағы көлдерді тазарту жөніндегі шаралар Щучье-Бурабай курортты аймағын дамыту жоспарына сәйкес жүргізілуде. Алдағы 3 жылда атқарылатын жұмыстар арқасында мұндағы су айдындарының жағдайы біршама жақсарады деп күтілуде. Ең алдымен мұнда механикалық тазарту шаралары өткізілмек. Одан бөлек көлдердің қайтара ластанбауы үшін жұмыстар атқарылатын болады. Судың биологиялық тазартылуы тоғандардың пайдалы бактериялармен қамтамасыз етілуіне әсер етуі тиіс. Су ресурстары министрлігі көлдерді тазартып қана қоймай, онда балықтарды жіберіп, су өсімдіктерін егу жұмыстарын жүргізбекші. Өз кезегінде бұл шаралар кешені көлдердің балдырланып кетуімен, ондағы флора және фаунаның сақталуына септігін тигізуі тиіс. Жалпы Қазақстандағы су айдындарының хәлі мәз емес, олар бірнеше жылдан бері қараусыз қалған. Бүгінде министрлік көлдерді тазарту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға 18 су айдынын қосып отыр. 2020 жылға дейін олардың жағдайы жақсаруы керек. Ал Бурабай аймағындағы көлдердің тазартылуына арналған қаражат алдағы 3,5 жылда игеріледі. Оған 23 миллиард теңге бөлінген. Елімізде қалдықтарды сұрыптап тастау ісі әлі дамымай келеді. Көшеге арнайы контейнерлер қойылғанымен қоқыс лақтыру мәдениеті әлі де қалыптаспаған. Қазақстанның қайта өңдеу қауымдастығы осы мәселе бойынша белсенді түрде насихат жұмыстарын жүргізуде. Сарапшылардың пікірінше, егер қалдықтың тым болмағанда шағын мөлшері сұрыпталып тасталса, онда қайтара өңдеуге болатын шикізат сапасы артар еді. Мы прежде всего делаем ставку на молодежь. Біздің жастар өте алғыр, сондықтан солармен көп жұмыс істеуге тырысамыз. Олардың түрлі идеялары бар. Сондай-ақ мектептер мен ондағы ұстаздармен де тығыз қарым-қатынас орнатқанбыз. Себебі бұл тақырыпты жастайынан бастап түсіндіру керек.
Бұдан бөлек біз әлеуметтік желілерді белсенді қолданудамыз. Тәжірибе көрсеткендей, ондағы шаралар өте нәтижелі. Біз сол арқылы үгіт-насихат жасап, арнайы кітапшалар, үнпарақтар мен бейнебаян дайындаудамыз. Бұл халықтың ақпаратты жеңіл қабылдауына көмектеседі. Видео тоже, как показал опыт, хорошо воспринимается. Халықаралық Экспо 2017 көрмесін Астана қалай қарсы алады? Экспо қалашығының жобалануы, құрылысы және шараның өткізілуі арнайы ұлттық компанияның құзырында болса, елорданың көрме аясындағы дайындық үшін қала әкімшілігіне қарасты арнайы дирекция жауап береді. Астанада көрмеге қатысты жаңа экологиялық жүйелерді енгізу осы мекеменің міндеті. Экспо қалашығының құрылысы қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Халықаралық көрмені өткізу барысында басты назар ондағы павильондарға ауатыны түсінікті. Дегенмен, елорда үшін де бұл үлкен сынақ. Себебі көрмеге келетін қонақтардың барлығы Астанада жүріп тұрады. Оларға тиісті қызмет те көрсетілу керек. Сондай-ақ елорданың да Экспо шарасының болашақ энергиясы тақырыбымен үндесуі шарт. Қазірде көрмені өткізуге жауапты дирекция 3 сала бойынша жеке-жеке бағдарлама әзірледі. То есть это 3 основные программы. Бұл 3 бағдарлама бойынша қала Экспо көрмесіне дайындала бастайды. Олардың алғашқысы Астана Green City деп аталады. Бұл қаланың баламалы энергия бағыты бойынша дамуы, инфрақұрылымдық жобаларды енгізу. Келесі Астана Mobility. Мұнда қаладағы көлік инфрақұрылымының дамуы қарастырылған. Сондай-ақ логистика тұсын жақсартуды көздейді. Және үшінші бағыт Welcome to Астана. Является Астана Mobility. Аталған бағдарламалардың барлығы халықаралық тәжірибеге негізделіп жасалған. Өзге елдерде кездескен осал басым тұстар да ескерілген. Алдымен қалада түрлі қызметтер көрсететін мекемелердің тәжірибелері назарға алынған. Әлемдік деңгейдегі шараларды қабылдаған шаһарлар бізге үлгі болды дейді дирекцияның басқарушы директоры. Если взять международный опыт, Егер халықаралық тәжірибені қарайтын болсақ, біз ең алдымен ірі шараларды өткізген қалаларға назар аудардық. Ол Лондондағы 2012 жылы Олимпиада ойындары. 2010 жылы Шанхайда өткен Экспо. Ол өте үлкен ауқымды шара болған. Көрме 6 ай бойы өткізілген. Және Сочидегі қысқы Олимпиада. Міне осы шаһарлардың атқарған жұмыстарын сараптап, ең озық тәжірибесін ескерудеміз. Ең қызықтысын Астанада да енгізуге тырысамыз. Әрине, біздің елімізде тәжірибелі болатын шараларды ғана. Қаланың көліктік инфрақұрылымына келсек, мұнда жаңа жүйе енгізілмек. Астана тұрғындарын экологиялық таза отынмен жүретін автобустар тасымалдаса, велошүргіншілер үшін арнайы жолдар салынады. Жаңа жолаушылар автобусы қала күніне қарай шығаруы тиіс. Дәл сол уақытта велосипедтерді жалға беретін станциялар жұмыс істей бастайды. Мұнда автоматтандырылған 40 станция қойылып, 200 шақты велосипед тұрғындарға жалға беріледі. Бұл велосипедтерді жалға алу үшін қала тұрғындары арнайы тіркеуден өтіп карточкаларды алады. Жылдық абонемент құны 5000 теңге карточкалардың, және велосипедтерді жалға алу алғашқы жарты сағаты тегін болады. Ары қарай әр сағатына 100 теңге төленетін болады. Бұнда бір айта кететін жайт, велосипедтер станциялары бір-біріне жақын орналасқандықтан велосипедті бір станциядан келесі станцияда дейін алып тегін жүре беруге болады. Қала энергетикасына келсек, мұнда жаңа күн электр станциясы салынады деп жоспарлануда. Жобаны жүзеге асыратын инвесторлар да табылған. Бұл станцияның қуаты елорданың электр тапшылығын азайтуға көмектеседі. Егер қала бойынша қолданылатын мегаватт мөлшері 450-500 мегаватт болатын болса, біздегі жылу электр орталықтары 350-400 мегаваттын ғана қамтамасыз етеді. Демек, біздің қалада оның электр қуаттығына тапшылығы бар. Айта кетейік, көгілдір отынмен жүретін экотакси дирекцияның жеке инвестициялар тартқан алғашқы жобасы. Одан бөлек былтырдан бері қалада құрамында сынабы бар шамдарды жинау бағдарламасы жүргізіліп келеді. Өткен жылы қала ішінде 170 арнайы сарғылт контейнерлер орнатылса, биыл олардың саны тағы 130-ға толығады. Тек былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 500 мыңнан астам залалды шам жойылған. Жасыл экономика бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 KZ сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.